Сәлем достар, біз сіздермен бүгін тез әрі дәмді болып пісетін рожки, яғни вермишель пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ет және де сарымсақ, картоп, сәбіз, тәтті бұрыш қажет. Мен етті ең алдымен осылай етіп турап алдым. Менде қойдың еті. Сіздер өздеріңіз кез келген етпен дайындасаңыздар болады. Қазір енді біз қалған заттарымызды турап дайындайтын боламыз. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте тез әрі оңай, дәмді болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін. Қызып тұрған табамызда майымызды құйып, вермишелімізді қызарғанша қуырып аламыз. Арасында араластырып, жай отта жасауды ұмытпаңыздар, өйткені асты қатты отта тұратын болса, күйіп кетуі мүмкін. Қызартып қуырып аламыз. Содан соң жеке бөлек ыдысқа салып алып, ары қарай етімізді және де қалған заттарымызды қуырамыз. Табаға кішкене майымызды тағы да қыздырып құйып, үстінен туралған етімізді салып, қатты отта суы кеткенге дейін қызартып, жақсылап қуырамыз. Міндетті түрде суы кеткенге дейін қызартып қуырып алыңыздар. Арасында қақпағын ашып, араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Біз су кеткенге дейін қуырып алдық. Енді үстінен туралған пиязымыз бен тәтті бұрышымызды салып, тағы да араластырамыз. Ал енді үстінен сәбізімізді салып, араластырып, содан соң картопымызды артынан саламыз. Сіздер бірдестен картопы мен сәбізін сала берсеңіздер болады. Мен бірінші сәбізін, содан соң картопын салып алдым. Енді үстінен дәмдеуіштерімізді қосып, тағы да бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді бетін жауып, 1 немесе 2 минут жақсылап тағы да қуырып аламыз. Міне біз жақсылап қуырып алдық. Енді үстінен суымызды құйып, астын қатты отта қайнатып, содан соң жақсылап тұзын барлығын тексереміз. Енді қайнағаннан соң астын азайтып, қақпағын барлығынша жаппай, жартылай ғана жауып, содан соң еті піскенге дейін жарты сағатқа қалдырасыздар. Біздің етіміз барлығы пісті. Енді үстінен алдын ала қуырып алған вермишелімізді салып, астын қатты отта суы азайғанға дейін қайнатамыз. Тағамымыз пісті, ешқандай да жабыспай, асты күймей, жақсы болып пісті. Дәмі өте дәмді болды. Сіздерге де осылай менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей, өте керемет. Енді ыдысымызға салып, ортаға ұсына берсек болады.
Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, және де подписация етілмеген болсаңыздар, төмендегі батырманы басып, маған подписация етіп кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.